Жас маман жобасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2019 жылы Жастар жылының салтанатты ашылу рәсімінде берген тапсырмасына сәйкес тиімді жүзеге асуда. Бағыты айқын, бағдарламаның басты мақсаты заман талабына сай білікті маман даярлау. Осы орайда еліміздегі колледждердің материалдық техникалық базасын жаңартып, заманға сай білікті маман даярлау міндеттелді. Қазақстандағы 795 орта оқу орнының ішінен жас маман жобасы аясында 180 кәсіптік білім мекемесі таңдалды. Соның сапында Қызылорда облыстық білім басқармасына қарасты 30 техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындары ішінен жас маман жобасына 10 оқу орны енгізілді. Соның бірі Жаңақорған аграрлы-техникалық колледжі. Жобаның мақсаты WorldSkills стандарттарының халықаралық тәжірибесін енгізе отырып, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы сұранысқа ие 100 мамандықты анықтау және қайта жаңғырту болып табылады. Жобаны іске асыру қорытындылары бойынша оқу ұйымдары республикалық және халықаралық деңгейлерге талап етілетін мамандықтарды даярлау үшін қажетті қазіргі замандағы жабдықтармен жарақтандырылатын болады. Мәлімделген мамандық бойынша өз өңірі үшін құзыретті орталығына айналады. Сондай-ақ WorldSkills чемпионаттарына қатысушыларды даярлау жүргізеді. Елбасы тапсырмасын іске асқан жоба аясында дәнекерлеу ісі және автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша колледжімізге республикалық бюджеттен 320 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржыға кәсіптік білім мекемелері халықаралық стандарттарға сай соңғы үлгідегі құралдары сатып алынуда. Жас маман жобасы колледждің оқу өндірістік базасын жаңартып қана қоймай, құзыреттілік орталығын құруға мүмкіндік бермек. Еңбек нарығына сұранысқа ие білікті маман даярлауда бұл білім ордасы үшін орасан зор мүмкіндік. Бөлшектеу, құрастыру құрылғыларынан бөлек, Жаңақорған аграрлы-техникалық колледжінің базасына білім алушыларға жүргізіп үйренуге арналған су жаңа техникамен толықты. Жас маман мемлекеттік бағдарламасы аясында білім ордасына европалық стандарттарға сай соңғы үлгідегі дәнекерлеу құралдары жеткізілді. Қазіргі мемлекет қолдауына ие болған білім ұясы дуальды және модульді оқыту жүйесіне көшкен. Ал бұл елбасының Қазақстан экономикасын дамытып, елді алып жүретін мықты маман даярлау бағытындағы бағдарламасының жемісті жеңісі. Ендігі міндет сапалы білім